Баршаңызға бүгін біз үй жағдайындағы өте жылдам дайындалатын сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана сәбіз, 3 тіс чеснок, 1 дана жуа, кішкене укроп, 2 дана қызанақ және қияр қажет болады. Ал енді осының барлығын мынандай үкіштің көмегімен сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Жуылған сәбіз бәрін жуып дайындап қойдым. Ұзын-ұзын етіп. Мынандай сәбізімізді үкіштен әдемілеп өткізіп алдық. Енді осыған кішкене тұзымызды себелейміз. Кішкене көлеміне қарап себелейсіздер. Және де осыған кішкентай үлкен қасыққа кішкене уксусымызды тамызамыз. Уксусымызды құямыз. Сосын мындай кішкене пачкада кориандр. Осы кориандр әдемі дәм береді. Осыдан осындай кішкене жарты қасықтан көптеу қылып себелейсіздер. Және өсіп тұрған кезде чесногымызды мындай майда үкіштен өткізіп аламыз. Чесногымызды өткізіп алдық. Енді осының барлығын қолымызға бүйтіп жағып отырып, онда қатты қыспаңыздар. Жаймен бір араластырып аламыз. Кішкене қысып отырасыздар. Онда қатты қысып кетпеуі қажет. Өсіп бір араластырып, осыны кетіп қана бастырып, 10-15 минутқа бастырып қоясыздар. Оған дейін огурцы, помидорымызды, укропымызды турап алатын боламыз. Біз әуелі қиярымызды екі шетін алып, ортасын мындай бөліп аламыз. Осыны қиғаштап отырып турап аламыз. Огурцемізді жаңағы сәбізіміздің үстіне салып аламыз. Жарты огурцы жетеді. Енді осы қызанақты саламыз. Қызанақты кішкене екіге бөліп аламыз. Сөйтіп осыны жіңішкелеу етіп турап аламыз. Помидорымызды саламыз үстіне. Енді укропымызды тураймыз. Қатты майдаламаңыздар укропты. Бұндай қаттысын алып тастаймыз. Осыны да үстіне саламыз. Енді келесіде 1 дана жуамызды майдалап көбіктеп турап аламыз. Жартысы жеткілікті болады. Енді осыны қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Жуамызды әдемілеп қызып тұрған майда қуырып алдық. Өте қатты күйіп кетпесін. Енді осыны мынаның жиегіне қоямыз. Енді осыған мынандай кориандрымызды қосамыз. Оны біз шай қасықтан толтырып, 1 қасықтай салсаңыздар болады. Сосын осының бәрін енді жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып алдық. Енді осыны 1 сағаттайға тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Салқындаған кезде дәмі өте керемет болып шығады. 1 сағатқа холодильникке жіберетін боламыз. Қыздар, міне біз холодильнигімізге салып алдық. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте иісі де, дәмі де өте керемет болады. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын.
рецептін ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар, ас болсын.